Сәлематсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Садуақасова Айжан Мағазқызы. Нөмірі 27-ші жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құлагер поэмасы. Сабақтың мақсаты талқылау сұрақтары арқылы құлагер поэмасының идеясын анықтау. Поэмадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамыта талдау. Құлагер поэмасынан үзінділер келтіру арқылы бас кейіпкерге мінездеме беру. Енді балалар, бейнетаспаға назар аударайық. Келсе, қандай тілегің бар? Айта ғой ақан. Құлагердің тілеуін тілеңдер қылайық. Егер бәйгіден бірінші келсе, бәрің түгел бостандық аласың. Құлагер бірінші келе жатыр. Көмбеге жеткізбей көзін құртыңдар. Құлагер айналайын тұлпарым-ай, бір көрмей тұра алмаймын сұңқарым-ай. Даңқыңа бүкіл адам ғашық болып, бір көрсек деп тұратын іңкәрім-ай. Тоқта! Құлагер! Тоқта! Сені құлалар қуып аламын! Тоқта деймін! Құлагер! Бейнетаспадағы ақан тағдыры сендерге қандай ой салды? Адамдар арасындағы бақталастық, қызғаныш туралы не білесіңдер? Ақынның жан серігі құлагерден айырылу себебі неде деп ойлайсыңдар? Поэманың түйінді идеясы не? Жарайсыңдар оқушылар. Тапсырманы орындап болсақ, өз жауаптарыңды ықтимал жауаптармен тексеріп көріңдер. Бейнетаспадағы ақан тағдыры сендерге қандай ой салды? Ақан тағдыры өнер адамының, жалпы адамның рухани тазалығының үлгісі болуға, заманның қиындықтарына мойын сұнбай, әділдік үшін күресуге жігерлендіреді. Адамдар арасындағы бақталастық, қызғаныш туралы не білесіңдер? Бақталастық пен қызғаншақтық біреудің артықшылығын мойындамау, оның орнына орынсыз таласу. Бойында бұндай қасиеті бар адамдар өз мақсат мүддесін ғана көздеп, оны жүзеге асыру үшін әртүрлі іс-әрекеттер жасайды. Ақынның жан серігі құлагерден айырылу себебі неде деп ойлайсыңдар? Ақанның жан серігі болған құлагерді ақанмен өштесіп жүрген Батыраш, Қотыраш деген байлар қастандықпен өлтіреді. Поэманың түйінді идеясы не? Ақынға деген халық құрметі мен махаббатын көрсету. Қатал заманда шеккен қасіреті мен қорлығын жеткізу. Бірінші тапсырма. Кубизм әдісін пайдаланып, кубиктің үш қырында ұсынылған тапсырмаларды орындаңдар. Салыстыр. Құлагер поэмасын мазмұндас туындылармен салыстырыңдар. Мысалы, Қобыланды батыр жыры. Талқыла. Құлагер поэмасында ақын өз заманның қандай өзекті мәселесін көтерген? Ойыңмен байланыстыр. Ілияс Жансүгіров Құлагер поэмасын кімге арнады? Жарайсыңдар оқушылар. Тапсырманы орындап болса, өз жауаптарыңды ықтимал жауаптармен салыстырып көріңдер.
салыстыр. Қобыланды батыр жыры мен құлагер поэмасын салыстыратын болсақ, Қобыланды батыр жырында әсерлеу өте көп кездеседі. Мысалы, сонда буырыл гүледі, табаны жерге тимеді, көлденең жатқан көк тасты, тіктеп тиген тұяғы саз балшықтай еледі. Ал енді Ілияс құлагерді әсерлемейді де, кейіптеп суреттемейді. Тұлпардың мықты тегін тек күреңбайсын шығана танып, алдынан ұмтылғанда аң құтылмас, артынан жөнелгенде жетпес жылқы деп, жұрт таңғаларлық баға береді. Талқыла. Әділдікті ту етеді, яғни батыраш қотыраш секілді барша залымдардың зұлымдықтары мен жауыздықтарын айыптайды. Ойыңмен байланыстыр. Құлагер поэмасы сырт қарағанда ақанның сәйгүлігі құлагердің мерт болуына арналған. Ал енді мына өлең жолдарына назар аударсақ, өзгеге ұғындырмас өзі бұзбай. Сыншыдан сақта Құдай сортаң түздей, шатасқан шалдуырдан жиіркенем, елімнің серкесіне сөз айтқызбай дейді. Бұл поэманы жазған кезде халықтың ұлттық салт дәстүрін тоталитарлық тәртіп ұлтшылдық деп жариялап тыйым салған еді. Осы жайларға байланысты Ілияс поэманың атын құлагер деп алып, оқиғаны соның төңірегінде өрбітіп, өзінің мұратты ойын астарлап жеткізген. Екінші тапсырма. Қос диаграмма әдісі арқылы поэма үзіндісін негізге ала отырып, ақан серінің моделін жасаңдар. Қайыңдай мінсіз, таудай таза жігіт, сұршатал сұлу қолдың саласындай, қып-қызыл қайың қыздың баласындай, өзіне құрмет қылған көрген жерден. Тамаша оқушылар, енді тапсырманы орындап болса, өз жауаптарыңды ықтимал жауаптармен сәйкестендіріп көріңдер. Ақан еліне беделді, бітімі бөлек, мінсіз таза, ақылына көркі сай. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта талқылау сұрақтары арқылы құлагер поэмасының идеясын анықтадық. Поэмадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамыта талдадық. Құлагер поэмасынан үзінділер келтіру арқылы бас кейіпкерге мінездеме бердік. Керемет оқушылар. Сіздер бүгінгі тапсырмаларды өте жақсы орындады деген сенімдемін. Енді балалар, өзімізге есеп беруді ұмытпайық. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Кездескенше, хош, сау болыңдар.